Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Каликезат және де Ассалаумағалейкум достар. мен бүгін Зогаға 15 сұрақ қоятын болам. Ал кеттік ендеше. ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักเธอใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหากว่าเขาคนนั้นเข้ามาเธอก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปจากฉันดีกว่า Міне достар, біз енді ойындамыз, ал енді сұрақтарымызды қоюды бастайық. Дайынсың ба, Зога? Дайынбыз. Ал ендеше ең біріншісінен бастайық. Сенің жасың нешеде? Менің жасым дәл қазір 15-те дамымаған. Ой, 14-те. 14-тесің бе? Аха, екінші сұрақ. Ютубқа қашан келдің? Және де қалай келдің? ютубқа мен 2016 жылы келдім. Ол кезде мен Майнкрафт түсіретін. 4 жыл бұрын, е? 4 жыл бұрын Зога Майнкрафтер болған достар. Өте керемет. Қандай телефонмен видео түсіресің? Данный моментте Pocophone F1 деген телефон. Осы телефонмен түсіремін. Бәріне кеңес бересің, не алуға? Өйткені процессорлар өте мықты. Ол үшін советую ютубта обзорлар қарғап дегендей. Қазіргі таңда ютубтан қанша ақша табасың? Негізі ютубтан ютубтан ше қанша $3 бар. $3? Барлығы $3 табасың, е? Мош, достар, сіздер үшін қаншама тырысып, сондағысы $3 алады екен. Ал ендеше достар, енді осы видеоға келген ең маңызды сұрақтар шығар. Сенің қызың бар ма? Алло. Қызың бар ма? Қызы жоқ екен, достар, қызы жоқ екен. Сен қай қалада тұрасың? Неше сұрақ бұл уже? Сен қай қалада тұрасың деген бізде 6-шы сұрақ. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Ал сенің руың кім және де қай жүздесің? Руым Қыпшақ, орта жүз. О, рулас екенбіз. Қыпшақтың ішінде кімсің? Қой онда білмейді екенмін. Ондайды білмейсің, жарайды. 8-ші. ФФ ойнауды қашаннан бастадың және де қалай бастадың? 2017-де бастадым. Ол кезде бір досым, бірінші курс оқитын досым айтқан еді. Типа, мен ол кезде Майнкрафттан жүрдім ғой. Free Fire тартса деп мен қызық болады. Бір ай өткеннен кейін тарттым. Дым түсінбедім, ойнай бердім, видео түсіріп, солай түсініп ойнап кеттік қой. Сол 2017-ден. Ол кезде рейтингтің сезонда болмаған. Сол кезде бір ойнап келеді. Сонда біздің Зого олд деген сөз, е? 9-шы сұрақ. Сенде үй жануары бар ма және де болса ол қандай жануар, аты кім? Үй жануары бар. Ит, мысық, ит, е? Аты кім оның? Естественно, мысықтар ұнатпаймын ғой. Міне достар, тағы бір факт, Зого мысықтарды ұнатпайды. Итінің аты кім? Иә. Ат қоймаған ғой мен итке. Бәрібір итке. Кәді жүре бересің ба? Әрқалай адам, әрқалай. Түсінікті. 10-шы сұраққа келді жеттік. Сенің нешінші сыныпта оқисың? Сен нешінші сыныпта оқисың? Қазір 9 оқимын. 10-ға көшіп жатсың, е? Жоқ, бірінші курс колледжге түсемін ғой. Түсінікті. Сенде вебкамен видео бола ма? Естественно. ПК-ға жинап, бәрін үш майыққа тұрған кезде болады бәрі. Түсінікті. 13-ші сұрақ. Мені қайдан таныдың? Мен Мен Кадимын, иә.
сен рекомендациядан шығатынсың адамдар. Каналымды көріп таныдың, иә? Иә, Ютубтан яғни. рекомендация. Сен қандай соцсетте көп отырасың? ВК, WhatsApp деген сияқты. Ютуб. Мен шынын барсам, ВК-да шығар, музыка тыңдаймын, жаман қатты. Көп музыка тыңдайсың, иә? Музыканы сүйіп тыңдайсың. Иә, вообще музыкасыз мен тамақ жерде музыка тыңдаймын, жүгірерде музыка, вообще бүкіл өмір музыка ғой мен. Free Fire'да катка бастай алмай тұрған кезде музыка тыңдаймын. 14-ші сұрақ. Қандай музыканы жақсы көресің? Қандай жанр сондай, иә. Ол ремикстер ұнайды, маған көбісі оригиналдар қатты ұнай бермейді да. Ремикс, радионы музыкалар ұнайды сондай бір баспен бір ремикстер ұнайды. Түсінікті. Ал енді 15-ші сұраққа да келіп жеттік. Соңғы сұрақ. ФФ-ға қанша ақша салдың? Примерно. Атып атыр. Примерно. Қанша? Примерно. Қазір. Есептеп атыр, математик Зого. Қанша? 35 мыңдай примерно. Примерно 35 мыңдай, иә? Иә. Түсінікті. Ал енді осы видео туралы өзінің пікіріңді айтып кет, немесе бір каналға тост айтасың ба, өзің білесің. Короче, негізі осылай видео түсіруге шақырғаныңа үлкен спасибо ғой. Если честно, шынымен қызық болды былай сұрақ қояды бір. Өзің жайлы бір сұрақ жауап беріп отқан өте қызық. Интервью алып, иә? Ат үшін. Оқасы жоқ. Удовольствие аласың да бір. Тағы бір сұрақ қоя салайын енді видеоның соңына. Менімен бірге тағы да совмескалар бола ма? Егер бәрі не болса, иә? Жақсы болып кетіп жатса болады, иә? Пландар болып жатса. Ал енді достар, мен қасыма кел. Зого. Ал енді достар, осымен видео аяғына да келіп жетті. Бүгінгі видеода бізде Зогомен интервью болды. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гади КЗ. Сау болыңыздар.